Махаббат түсінігі сізге қалай келді? Кино жанрында ерекше орын алатын ол романтикалық комедия. Сүйкімді сценарий мен хэппи-энд себепті шынайы өмірден қашуға көмектеседі. Дәл сол кинолар махаббат қандай болу керек екенін санамызға білдіртпей қояды. Яғни романтика деген не? Ты со мной встретишься? Что? Ты что? Никогда. Ни за что. Почему? Приятель, ты ведь ее слышал. Да потому что не хочу, наверное. Ой! Ну тогда выбора у меня не остается. Ладно, ну все, хватит, я встречусь с тобой. Что? Это Жене мне не нужно. Да нет, я сама хочу. Хочешь? Да! Что? Скажи это. Я хочу встретиться с тобой. Еще раз. Я хочу встретиться с тобой. Ну ладно, встретимся. Ең алғашқы кездесу қалай болу керек және сүйіктіңе қалай сезіміңді айту керектігі жайлы үйретеді. I love that you get cold when it's 71 degrees out. I love that it takes you an hour and a half to order a sandwich. I love that you get a little crinkle above your nose when you're looking at me like I'm nuts. I love that after I spend a day with you, I can still smell your perfume on my clothes. And I love that you are the last person I want to talk to before I go to sleep at night. Бірақ шынайы өмір сондай ма? Шынайы өмір ондай болмағандықтан адам стресске ұшырайды. Әртүрлі ұрыс керіс, ажырасу, түсініспеушілік. В Казахстане разводится каждая третья пара. Об этом говорят специалисты отделов регистрации брака. Число разводов выросло в Казахстане. В прошлом году распалось 60 тысяч семейных пар. Бывшим мужем, вспоминает Динара, прожили чуть больше 4 месяцев. Супруг, по ее словам, не хотел, чтобы она занималась бизнесом. Видел в ней домохозяйку. Это и стало причиной развода. О разводе жительница Алматы Индира начала задумываться почти сразу после свадьбы. Наша республика уже не первый год входит в десятку стран по числу разводов. Таких печальных историй в Казахстане становится все больше. Немесе кейбіреулері мен әлі өзімнің сыңарымды таппадым, жарымды таппадым деп үйленбей немесе тұрмысқа шықпай жүре береді. Тағы да басқа сондай бір проблемаларға алып келеді. Махаббатты жоққа шығармаймыз, махаббат бар. Бірақ ол махаббат дәл осы романтикалық комедиялар немесе сондай романтикалық кинолар бізге көрсеткендей емес. Оның қате екенін біз осы киноларды талдау арқылы сіздерге қазір айтатын боламыз. Махаббат жанрларының сценарийі өте қарапайым. Екі жас бір-бірін кездестіріп, ұнатып қалады. Артынша олар қосылайын десе, белгілі бір жағдайлар оларға кедергі болады, өмірдегі жағдайлар. Бірақ ақырында түбі екеуі не істейді? Бәрібірде бір-біріменен қосылып, бақытты болғандай қылып көрсетеді. Немесе олар бір-біріменен қосылмаса да араларында махаббат қалды деген сондай бір иллюзияны қалдырып кетеді. Бұл жанрдың формуласы бойынша бұл жастардың кездесуі ерекше, необычный болу қажет. Бір қызықты бір жағдайда, мысалға білесіздер ғой, бұрынғы замандар, жалпы киноларды көрген адамдар біледі, бір затты бірдей алып қалу, немесе кетіп бара жатып, еркек оны қағып кетіп, қолындағы заттарды түсіріп жіберу, лифтте тұрып қалу, немесе дәл сондай бір әйтеуір бір қызықты жағдайларға келіп әкеп соғады. Тіпті бұндай кездесулерге арнайы термин ойлап тапқан. Meet cute деп атайды. Орысша айтсақ, милая встреча. Ал енді қазақша біз біртүрлі бір естілуі мүмкін, сүйкімді кездесу. Are you okay? Yeah, I'm good. Unless you want to stick around and make out. What? What did you say? Hey, Біз қалай ойлаймыз? Осы кинолар себепті өмірімізде сондай бір адаммен бір қызық жағдайда кездесіп қалатын болсақ, демек менің махаббатым осыған мен үйленуім қажет, немесе тұрмысқа шығуым қажет деген бір түсінікті біз қалыптастырып алғанбыз. Дәл солай іштегі сезімді айтуды да ол бір ерекше болуы қажет. Қазіргі таңда мода болып кетті, әртүрлі еркектер жаңағындай өздерінің сезімдерін айтып, ол қайдан келді бізге? Особенно, если влюбился в такую истеричку. Я вовсе не истеричка. Влюбился? Ол осы міне комедиялық, романтикалық жанрлардан келді. Міндетті түрде бұл ол ерекше бір подачамен, ерекше бір ұсыныспен айтуы керек.
жаңағы тізерлеп тұрып, немесе бір жерде мосттың үстіне бір жазу шығарып па, жоқ әлде бір флешмоб жасап бейменен деген секілді. Әйтеуір бір ерекше бір немен, әдіспенен, тәсілменен ол өзінің сезімін білдіруі қажет. Для меня ты совершенство, и мое разбитое сердце будет любить тебя. Осы нәрсені біз, яғни міндет қылып алғанбыз. Жақсы көре ме? Демек ол осылай өзінің сезімін айту керек. Жақсы көру деген ол бағанағы ерекше кездесу, ерекше сезімінді білдіру менен байланысып қалды. Және қазіргі таңда біреу егер міне пәленше жақсы жігіт бар, яғни сіздің танысыңыз, тіпті туысыңыз айту мүмкін да. Жақсы жігіт бар, сонымен сені таныстырайық. Немесе жігітке айтады, жақсы бір қыз бар, сені сонымен таныстырайық. Олар үшін бұл бір жай нәрсе болып қалғанда, қызық емес. Оларға жаңағы не керек? Романтика керек. Жаңағындай бір ерекше кездесу керек. Бір лифтте тұрып қалу керек. Немесе бағанағы соғылып қалу керек. Сондай бірдеме болу керек та. Ал асылы олай емес қой. Асылы жаңағы нәрсе да. Ол яғни тексерілген, нақты, сенімді адам сізге айтып тұр. Пәленше жігіт бар, сонымен сені таныстырайын. Мен ол жігіттің жақсы екенін білемін деген секілді. Асылы осы. Бірақ жастар осындай бір ерекшелікті іздеп кетті. Не себепті? Оған осы комедиялық, романтикалық махаббат романтиканы қосып қойған. Ол жерде міндетті түрде байқап отырсаңыз, боевик болсын, тіпті боевик болсын. Боевик кинода кәдімгідей бір жақта қыз болады, ер болады. Бірақ олардың бір-бірімен танысуы байқасаңыз, бір қызық жағдайда болады да, қызық жағдайда. Сол жағдай себепті олар бір-бірін, мынау менің махаббатым сияқты деген сияқты не істеп қалады, ойлап қалады. Ал бұл асылы негізі не емес, махаббаттың негізгі шарты емес. Және бұл жанрларға қарайтын болсақ, көптеген қарым-қатынастар не нәрсеге негізделген? Өтірікке негізделген. Біреу мысалға жай ғана оны тастап кету үшін ғана не істейді? Онымен жүреді. Біреуі өтірік оның әйелі болады. Менің өтірік күйеуім болды деген секілді. Ол оның өтірік несі болады? Әйелі болады. Немесе ол менің өтірік күйеуім болды дейді. Бағанағы бір ақша себепті ма, басқа себепті. Хочешь, чтобы я была твоей женой? Ага. А какое-нибудь имя, кроме Девлин, ты не мог придумать? Человек, который изобретает себе жену каждую пятницу? Да, теперь ты представляешь, что я чувствую к этой девушке. Пари дейді, мысалға спорласады. Біреумен спорласады, мен бұл қызды сындырамын, бұл қыз менің нем болады, әйелім болады деген. Сонда ол біліп қояды, одан кейін ол мен сені жақсы көріп қалдым дейді, басқа дейді, сондай қылады. Немесе оның көзінде сүйкімді емес, яғни әдемі емес қызды мен өзіме жақсы көрткіземін деген секілді спорласады, сосын ол онымен оған тиіседі деген секілді ол оны жақсы көріп қалады, бірақ кейін оны біліп қалады. Осындай және көп өте кең алған нәрсе, біреудің бағанағы қыз, ол оның несі емес, шынайы лайықты жар емес. Ол маған лайықтырақ, менімен жүргені дұрысырақ. Екеуі бір-біріне жаңағындай махаббат көзіменен қарай бастайды. Асылы ол дұрыс емес қой, біреудің өміріне араласып, біреу үшін шешіп, ана қыз, ана жігітке арналмаған екен, ол оныкі емес екен деген секілді. Бұл жерде біз жалпы жігіт пен қыздың жүруін дұрыс деп жатқан жоқпыз. Жалпы бұл жерде түсініктің өзі дұрыс емес. Түсініктің өзі. Мәселен, бір еркек бір қызбен үйленгісі келіп жүрді, сіз тұрасыз да не істейсіз? Соған араласып, ол қыз ол еркекке лайықты емес, ол еркекпен ол бақытты бола алмайды деп сіз шешесіз да, ол менімен бақытты болады деген шешім қабылдайсыз. Жанрларда осындай жағдайлар бұл киноларда көп кездеседі. Не үшін? Сондай бір драмалық ситуациялар, драмалық жағдайлар болу үшін. Өйткені адамға соны қараған қызық. Содан кейін біз сол нәрсені бір қалыпты жағдай ретінде қабылдай бастадық. Және бұл жанрларда қыз баланың кейпі қандай? Ол басында түрі онша емес болады, яғни олардың келтіруі бойынша ол оқымысты және түрі онша емес. Содан кейін оның сол жердегі мен деген красавчик деген біреу оған тиіседі, яғни спорласады, что ол оны сындырады, заманауи тілмен айтқанда сындырып өзінің қызы қылады деген секілді. Содан ол олмен танысып,
ол оны түбі жақсы көріп қалады. Сөйтіп ақыр аяғы ана қыз красавица болып шыға келеді. Осыны көрген қыздар қандай бір қиялға келуі мүмкін? Қалай ойлайсыздар? Ол қыздар бір жақсы көруі мүмкін, бір әдемі деген бір жігітті да ұнатуы мүмкін сол жігітті. Ол жігітке неше түрлі әдемі қыздар қарайды. Ол ойлауы мүмкін, сол жігітте мені жақсы көріп қалып, мені әдемі қылып жібереді деген секілді. Асыл әрбір қыз әдемі ғой, өзіне жараса. Бірақ ол сондай бір қияли өмірмен өмір сүріп, бағанағындай принц на белом коне дейді, сондайды күтіп жүреді. Басқаларға қарамай. Одан да жақсы, шынайы жігіттерге қарамай, шынымен ақ оны бақытты қыла алатын, оның қадірін түсіне алатын, біле алатын жігіттерге қарамай, болмайтын бір адамды күтіп жүреді. Ал жігіттерге келер болсақ, жалпы сценарий әртүрлі бола береді, өзгере береді. Бірақ түптің түбі бәріне бірдей бір нәтиже алып келеді да. Барлығы бір болмайтын бір қиялға түседі. Дұрыс емес түсінікке алып келеді. Ол еркектер қандай әйелдер жақсы көреді? Еркектердің пиво ішкенін, ішімдік ішкенін, еркектердің бос іспен айналысқанын, еркектердің бағанағы фастфуд болмайтын бір тамақтарды жегенін жақсы көреді. Сондай қыз болады. Ол оны жақсы көреді. Ол онымен бірге пиво ішеді, ол онымен бірге неше түрлі болмайтын істерді жасайды. Ол онымен бірге тіпті анаша шегуі мүмкін, басқа нәрсені істеуі мүмкін. Ол онымен бірге фастфуд жеуі мүмкін, басқасын әртүрлі болмайтын нәрселер жеп. Бірақ сол күйі ол бағанағы әдемілігін, өзінің сұлулығын жоғалтпай, әдемі болып қала береді. Яғни ол семірмейді де, басқа да болмайды. Оның фигурасы әрдайым сондай болып қала береді. I can play 36 holes and still have enough energy to take me and Warren to a ball game and eat hot dogs. I'm talking sausage hot dogs, beer, not light beer, but beer. Осыны көрген жігіт не деп ойлауы мүмкін? Сондайда қыздар бар шығар, шынымен ақ мен не істесем де, ол не жесе де, не ішсе де өзінің бір сұлулығын, әдемілігін сақтап қалып отыра беретін сондай бір қыз бар деп ойлап жүріп, солай күтуі де мүмкін. Бір асылы бұл жерде ішімдіктің өзі де дұрыс емес. Ол ішімдік бөлек нәрсе да. Бірақ жалпы айтқанымда, сол ішетін жігіттер болуы мүмкін, немесе басқа да бір істерді, дұрыс емес істерді істеуі мүмкін да. Соны қабылдау керек деп күтіп жүру мүмкін. Яғни идеал қыз, ол қандай қыз? Сенің кемшіліктеріңді толықтай қабылдайтын қыз. Сен не істейсің, ол да сенімен бірге сол істі істейді. Сені бір дұрыс жаққа итермелеуге тырыспайды. Ал асылы негізі әрбір мықты еркектің артында мықты әйел тұрады. Мықты әйел дегеніміз қандай? Мықты әйел деген еркекпен қосылып алып әрбір дұрыс емес істі істейтін әйел емес, қыз емес. Мықты әйел ол өте грамотный бір подходпенен не істейді? Еркекті дұрыс жаққа, дұрыс бағытқа өзгертіп отырады. Бұл жанрдың ең үлкен қателігі адам өз-өзімен жұмыс жасағысы келмейді, өзінің кемшіліктеріменен. Ол кімді күтеді? Қашан осы менің кемшіліктерімді толықтай қабылдайтын біреу пайда болады. Соны күтеді. Қашан пайда болады екен сол адам? Сол қабылдау керек, міндет оған. Мен осындаймын, болды, мен өзгермеймін. Я таков, каков я есть. И чем раньше ты это поймешь, тем лучше для нас обоих. Все, базар окончен. Жоқ, олай емес. Сіз жақсы жар қалайсыз ба? Жақсы ер адамды қалайсыз ба? Сіз өзгеру қажет, өзгеру керексіз сіз. Қажет, өзгеру керек. Тырысу керек өзгеруге жақсы жаққа. Міндет деп күтіп жүре беруге болмайды. Соның себебінен кейбір жігіттер ұзақ уақыт жүруі мүмкін, немесе кейбір қыздар әсіресе олар күтіп жүре беруі мүмкін. Осындай мен енді орысша айтқанда стерва дейді ғой. Мен осындай стервамын. Мен осы стервалығымды қабылдайтын еркек табылу қажет. Табылмаса, мен жүре берем дегендей секілді. Шынайы өмір мүлдем басқа. Әрбір адам өзінің қиялындағыны күтіп жүретін болса, соны ғана қалайтын болса, ол кейін тығырыққа келіп қалады. Іске келген кезде оның қиялындағыдай болмай қалса, өзінің жары не істерін білмей қалады. Және әркім өзінікін, мен міне осындаймын, ана тарап жоқ, мен осындаймын, мені қабыл ету керексің. Әр адам өзінікін осылай айта беретін болса, онда ешкім өмір сүрмейді ғой бір-бірімен ешқашан. Бір-біріне не істеу керек? Көмектесу керек. Анау ананың кемшілігіне, екіншісі өзгенің кемшілігіне деген секілді. Бір-біріңізге көмектесесіз де, бір-біріңізді дұрыстауға тырысасыз. Сіз ол үшін ол ұнатпайтын кемшіліктерді жасамайсыз, ол сіз үшін сіз ұнатпайтын кемшіліктерді жасамауға
тырысу керек. Және кейде адамдар бұл жанрлардан өзінің өмірін көргендей болады, өзінің түскен жағдайын көргендей болады. Сөйтіп сол кинодағы басты рөлдегі кісі қандай шешім қабылдайды, ол да мен де осы шешімді қабылдаймын деп шешеді. Дұрыс болып көреді осыны. Бірақ ақиқатында шынайы өмір басқа. Ол кинодағы шешім қабылдау мен өмірдегі шешім қабылдау мүлдем басқа. Сондықтан ол нәрсеге не істемеу керек? Алданбау керек. Біз кімнің өміріне қарап шешім қабылдауымыз керек? Алла Тағала Құранда оны бізге анық, ашық айтқан. Қад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана. Расында сендер үшін Алла елшісінде үлгі өнеге бар деген. Сондықтан біз Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам өміріне қараймыз. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам қалай бұл жағдайда жасар еді? Сүннет бойынша, ислам бойынша бұл жағдайда не істеу қажет деп сұрақ қойып, сосын барып шешім қабылдаймыз. Кинодағы басты рөлдегі кісінің шешіміне қарап емес, тіпті оның жағдайы сіздікіне ұқсап тұрса да. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің жұбайларыменен қандай мәміле жасады, оны біз келесі сабақта айтамыз.